Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін 40 қасық су, яғни 40 шетпекке арналған ыдыс пен қасықтың жиынтығының тағы бір жасалу түрін көрсетемін. Бүгін мен осындай оюмен жасайтын боламын, қызыл түсте. Егер алдыңғы видеоларымды қарасаңыздар, гүлмен жасалған түрін көре аласыздар. Алдымен бізге осындай шыны ыдыс керек болады. Бұл негізі салатник, яғни барлық ыдыс сататын дүкендерден табуға болады. Оған осындай қызыл оюымызды ыстық желімнің көмегімен жабыстыратын боламыз. Оюымыз түзу жабысу үшін алдымен ортаңғы тұсына желімімізді жағып, ыдысымызға дұрыстап орналастырып аламыз. Кейіннен жан-жағындағы ашық тұрған тұстарына желімді жағып, тағы да жабыстыра саласыздар. Дәл осылай екінші жағына ыдыстың оюды да жабыстыруды ұмытпаймыз. Ыдыстың жан-жағын қасығымызды әсемдеуге мен осындай күміс түстегі жарты моншақтарды алдым, яғни полубусинкалар бұлар. Осыны қазір ыстық желімнің көмегімен жабыстыратын боламын. Егер сіздерге ыстық желіммен жұмыс жасау ыңғайсыз болса, онда F6000 деген фурнитураға арналған осындай желімді қолдансаңыздар болады. Бірақ мен ыстық желіммен жұмыс жасап үйреніп кеткендіктен, ары қарай жұмысымды мен ыстық желіммен жасай бердім. Ыдысымызды жасап болған соң қасығымызға көшеміз. Қасыққа алдымен үкімізді жабыстырып аламыз. Одан кейін өзімізге керек лентаның көмегімен қасықтың ұстайтын бөлігін айландыра орап шығатын боламыз. Мен лентадан бір үлкен және бір кішкентай формадағы екі бантик жасап алдым. Өздеріңіз қалаған түрде жасасаңыздар да болады. YouTube каналдарда жасалу жолы өте көп. Кез келген қарап, өзіңіздің ұнатқаныңызды жасап көріңіздер. Оны да ыстық желімнің көмегімен осылай қасығымызға жабыстырып шығамыз. Әрі қарай қолыңызда бар тастармен немесе өзіңіз ұнатқан арнайы осы түске үйлеседі деп сатып алған тастармен безендірсеңіз болады. Мен осылай безендіріп қойдым. Видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.